Демес қызы Айзере Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Әбіш Кекілбайұлы атындағы орта мектептің 4-ші сынып оқушысымын. Мен ұлы ақын Абайдың 175 жылдығына орай 45 қара сөзінің ішінде 19-шы қара сөзін сіздерге тарту етемін. Адам ата-анадан туғанда ес алмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде жайқақтап, не шалғырттанып, не салбырап, салғырттанып, естте, не есткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын, елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын, шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.